Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен математика оқулығындағы 88-ші сабақ әріпті өрнек тақырыбын өтетін боламыз. Бұл сабақта әріпті өрнектерді оқимыз және жазамыз, олардың мәнін табатын боламыз. Бірінші есеп. Әр есепке сәйкес өрнекті таңда. Бірінші есеп. Киіз үйдің алдында 3 адам отыр. Егер киіз үйдің ішінде Б адам отырған болса, онда мерекеге барлығы неше адам қатысты. Балалар, бұл есепті табу үшін біз бірінші өрнек құрып аламыз. Әріпті өрнек құру үшін Б адамға 3 адамды қосамыз. Енді әріпті өрнектің мәнін табу үшін бізде екі мән берілген, 5 және 4. Бұл әріпті өрнектің орнына осы сандарды қою арқылы біз мына әріпті өрнекті санды өрнекке айналдырамыз. Енді бұның орнына 5-ті қойып көрейік. 5 қосу 3 8 адам болды. Ал 4 қосу 3 7 адам болды. Сонда мерекеге барлығы 5-ке 3-ті қосқанда 8 адам, ал 4 деп есептейтін болсақ 7 адам келген екен. Екінші есепке қарайық. Ә есебінде егер киіз үйдің ішінде отырған Б адамның үшеуі сыртқа шығып кетсе, онда киіз үйде неше адам қалды дейді. Енді бұл әріпті өрнекті құрастырамыз. Шығып кетті десе, сыртқа шығып кетсе, біз Б мен 3-тің айырмасын табатын боламыз. Бізде әріпті өрнек Б-да 5 және 4 сандары берілген, яғни осындай адамдар болды деген болғандығы туралы өрнектің мәнін тап деген. Енді біз киіз үйде неше адам қалғанын анықтау үшін бірінші 5-тен 3-ті азайтып аламыз. Сонда 5 пен 3-тің айырмасы 2-ге тең екен, ал 4 пен 3-тің айырмасы 1-ге тең екен. Сонда 5-те болатын болсақ, киіз үйдің ішінде 2 адам қалады екен, ал 4-те болатын болсақ, киіз үйдің ішінде 1 адам қалады екен. Жақсы балалар, әріпті өрнекті құрастыруды және сандарды оқуды үйрендік. Енді екінші есепке назар аударайық. Қыздар мерекеге арнап моншақтан әшекейлер жасады. 100 бен А-ның айырмасының өрнегін мәнін тап дейді. Мұндағы А әріпі 50, 20, 80 сандарынан тұрады екен. Балалар, біз әріпті өрнектің мәнін табу үшін мынау тұрған әріпті санға ауыстырамыз. Сонда біздің санды өрнегіміздің мәні белгілі болады. Қыздардың мерекеге арнап моншақтан қанша әшекей жасаған табу үшін мынау тұрған 100 бен А әріпінің айырмасын, яғни әріпті өрнектің орнына санды қойып көрген кезде 100 моншақтан 50 моншақты азайтатын болсақ 50 әшекей, ал 100 моншақтан 20 моншақты азайтатын болсақ 80 әшекей, 100 бен 80-ның айырмасы 20 әшекей болады екен. Әріпті өрнектің орнын санды өрнекпен алмастырған кезде осы санды өрнектердің мәніне қарай әріпті өрнектің, яғни санды өрнектің мәндері өзгеріп отырады екен. Енді келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Әріпті өрнектер жаз. Бұл жердегі А мәні 20-ға тең екен. Осы 20-ға тең болғандағы қосындының мәнін табуымыз керек. Енді бізде қосылғыш 50 қосылғышқа тағы А қосылғышының орнына мұнда тұрылған берілген 20, яғни А-ның 20-ға тең болғандағы қосындысының мәнін табамыз. Келесі төртінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата. 10 мен 70-тің қосындысы қаншаға тең балалар? Соны жазамыз. 30 бен қаншаның қосындысы 90 болады? Соны анықтаймыз. Бұл есептің орындалу ретін көрсеттім. Балалар, бағыт-бағдар бердім. Ары қарай өзіміз шығарамыз. Бесінші есеп. Суреттегі фигуралардың әр түрін сана. Олар қандай түске боялған? Ал енді балалар,
мында берілген суреттегі фигураларды санаймыз. Жасыл фигура, жасыл үшбұрышты фигура нешеу екен анықтайықшы. 1, 2, 3, 4. Яғни сол үшбұрышқа 4 деп жазамыз. Енді күлгін үшбұрышты, сүйірбұрышты санаймыз. 1, 2, 3, 4. Ол да 4 екен. Енді қызыл төртбұрышты санаймыз. 1, 2, 2 екен. Сары төртбұрышты санаймыз. 1, 2, 3, 4. 4 екен. Қоңыр үшбұрышты санаймыз. 1, 2. Яғни осыларды санап, сандарын жазатын боламыз. Көк үшбұрышты қарайық. 1, 2, 3, 4 екен. Соның барлығын жазып шығамыз. Келесі сабақта кездескенше менің каналыма тіркелуді және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.